Аниме сөзі японча һәм бұл тикарнан инглиз тіліндегі анимейшнның японча варианты. Біз бұны анимация деп атаймыз. Анименің ватаны Япония. Сондай-ақ оның келіп шығуы болса 20-ші әсірге барып тақалады. Сол вақытта апуайы реңлердің жәрдемінде японлардың милли дәстүріне тән болған әзіргіге ұқсас анимелер жаратылған. Бірақ та анимені кім және қашан ойлап тапқаны хақында анық мағлұматлар жоқ. Соның үшінде біз оны, яғни анимені япон халқының ойлап табылуы деп айтсақ болады. Японлар өздерінің милли анимесін жаратуда батыстан кіріп келген мультфильмлерден ilhamlanған һәм олардан айрым тәреплерін алған жағдайда анимациялық фильмлер ізлеген. Тарихтағы бірінші анименің анық қайсы жылда жаратылғаны хақында кіші тартысылар бар. Айрымлар оны 1907 жылы жаратылған деп айтады. Сол аниме сызықлары тек қана 3 секунд давам еткен. Көз алдыңызға келтірің. 1, 2, 3 десеңіз ақ бүткіл аниме тамам болады. Бұндай қысқа болуына жетерлі себеплер бар, әлбетте. Японларда елі бұл уақытта анимация іздеу үшін білім де, жетерлі техника да жоқ еді.